Жалпы шуақты жұмыс дәптері қандай адамдарға арналады? Бұл кітаптың шығу тарихы көптеген қыз келіншектер ішіндегі сырын айта алмайды ғой. Немесе қысылып отырады, жылап отырады. Қаламның сиқыры бар да. Қаламның сиқырымен іштегі жинап қалған дүниені жазып шығару керек. Яғни бұның бірінші бөлімі өткен өмірге сараптама. Ішінде осы кезге шейін жинап қалған, яғни ойлашы, өзің бір шкафсың. Шкафыңда мынарада киімдер шашылып жатыр. Сол мына киімдерді, ойларыңды жинақтап жазбайынша, сен өмірге бір нәрсені бастағың келеді, кәсіпті ашқың келеді, масштабқа шыққың келеді, бірақ мына миды реттемейінше сенде ештеңе реттелмейді. Сондықтан ең бірінші мынау өткен өмірге сараптама, яғни өзіңе өзің отчет жасайсың. Сөйтіп, ішіңде қаншама нәрсе өтті, соны жазып, осы кітапта инструкциясы бар. Негативный, позитивный, мейлі жақсы нәрсе болсын, жаман нәрсе болсын, осы кітапқа жазылады. Барлығы қалай жазылатыны көрсетіліп қойған. Сонымен өзің жазып шығасың. Осы кітапқа тапсырыс бергің келсе, комментарийға шуақ сөзін жазамыз. Адам өткен өміріне де тәубе жасау керек. Я Аллахым, мен басыма осы өту керек болған. Өтіп кеткен нәрсеге маған сабақ бердің, мен соны қабылдадым. Оның өткеніне де шүкір етемін, то, что сен маған өмір сыйладың. Енді мен орада тоқтап қалмаймын. Мен алдыға қарай жүру үшін шүкір етемін деп жазу керек. Көп адам өтіп кеткен негативный нәрсеге де шүкір етуді білмейді. Аллах оны сабақ қылып берді ғой бізге. Салауат айту. Әрбір салауаттың артында үлкен нығметі тұр. Яғни салауат айтқаннан кейін әрбір сенің аузына шыққан нәрсе тез-тез әмин болып кетеді. Оғанда мына жерде тоже тәубе мен шүкіршілікке жасалып қойған графалар бар. Осы кітапқа тапсырыс бергің келсе, комментарийға шуақ сөзін жазамыз.